الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة. Аламды жаратқан Аллах Тағала мақтаулар, пайғамбарға дуа саламдардан кейін, урматты мұсылман бір туған Аллах Тағала кереметті Құранда мындай дейді: Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Ваттақу яуман туржауна фихи илаллах, сумма туаффа куллу нафсин ма касабат ва хум ла юзламун. Садақаллахул азим. Бақара сүресі 281 аят. Ваттақу яуман туржауна фихи илаллах. Аллах Тағаланың астына қайты барып тұра тұрған күннен қорққыла. Сумма туаффа куллу нафсин ма касабат. Аллах Тағаланың астына барған кезде әрбір нафс, әрбір қылған кесбіне жараша сыйлығын же жазасын алады. Ва хум ла юзламун. Аллах ешкімге зұлым қылбайды. Я айюхаллазина аману аттақуллаха вал танзур нафсун ма қаддамат лиғад ваттақуллаха инналлаха хабирун бима таъмалун. О Алланың барлығына билігіне иман келтірген бенделер, өзіңер ишеніп иман келтірген Алладан қорқып, әрбір нафс, әрбір жан ертең ақырет үшін емне амал қылғаныңарға назар таштағыла. Алладан қорққыла. Аллах сілердің әрбір ішіңерден хабардар дейді. Жаратқан Аллах табарак ва тағала кереметті Құранда мындай дейді: Фалаула иза балағатил хулқум ва антум хина изин танзурун ва нахну ақрабу илейхи минкум валакин ла тубсирун. Садақаллахул азим. Фалаула иза балағатил хулқум. Атаңдың, енеңдің, жақыныңдың жаны қарғара қылып алқымына келген кезде, жаныңда төшекті жан беріп қарғара қылып жатқан кезде, ва антум хина изин танзурун. Сілер жанында қарап тұрасыңар. Бәлкім мен деген қиын дарыгер алып келіп, бірі қанын өлчейді, бірі давлениyaсын өлчейді, бірі башқасын. Бірақ қарғараға келген кезде сен жанында қарап тұрасыңар. Ва нахну ақрабу илейхи минкум. Біз сілерден дағы жақынбыз, қан тамырдан да жақынбыз. Валакин ла тубсирун. Бірақ сілер көрбейсіңер. Урматты мұсылман бір туған, жақсы көрген перзентің қолыңда жан берген ұнуттың бұ? Ал пеште өстірген енеңдің, атаңдың, ең жақыныңдың жаныңда қарғара беріп, жан беріп жатқан кезде, айлаң жоқ, еш нәрсе қыла албастан илап тұрғаның. Аллах сенің қан тамырыңдан да бізге жақынырақ. Бірақ біз көрбейбіз. Сахр ибн Саад деген сахаба: Жаа Жибраил алейхиссалам. Алланың аманатын жеткізген Жабраил келді. Кімге? Илен Наби саллаллаху алейхи вассалам, сүйікті пайғамбарға келді. Пайғамбарымызға келіп мындай деді: Фақала я Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам. Жабраил періште келіп: Ей Мухаммад, иш ма шит фа иннака майитун. Ей Мухаммад, қалағандай жашағын, қалағандай жаша. Сен өлушісің, сен өліксің. О менің бір туғаным, қалағандай жашағын, бір күн өлесің. Ва ахбиб ман ахбабта фа иннака муфариқ. Сүйгеніңді сүй, қалағанды жақсы көр. Бірақ осы сүйгеніңден бір күн ажырап қаласың, таштап кетесің. Ва амал ма шит фа иннака маджзиюн бих. Қалаған амалды жасаған амалыңа қарата сыйлығын же жазасын аласың. Жақсы жолда жүрсең жақсылық, жаман жолда жүрсең жазасын аласың. Я Мухаммад, бұл Жабраил алейхиссалам пайғамбарға қайырылып жатқаны пайғамбарға тиешелі демегін. Сені менен маға да: Я Мухаммад, ей Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам. Шарафил муъмин қиямул лейл. Имандудың шарапаты, имандудың қадыр барқы түнкі намазда дейді. Бенденің алдында киімің менен, галстугың менен, удостоверениең менен қадыр барқы болып көрінуің мүмкін. Алланың астында түнкі намазың бар бі? Ва иззуху истигнаху анин нас. Bir insandın kadır barkı, sый урматы, адамдардың арасында сый урматың, ошы адамдарға өзің оқшыған чиекеттен болған бендеге қадыр барқыңды төгіп қол ұзатпағаныңды екен. Аларға қажетсіз болсаң адам жақсы көреді екен. Сен тилене берсең сұранғанды кім жақсы көреді?
Алланын астындағы сенің қадыр барқың түнкі намазда, бенделердің арасында қадыр барты болам десең, өзің оқшаған чиекеттен болған бендеден бір нәрсе үміт қылба. Алақан ұзатсаң, қол ұзатсаң, жаратқанға жалбарып дуа қылғын. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Бұл сөзімді айтып, жаратқанға жалбарып, өзімнің кемшілігіме, жамааттың кемшілігіне истигфар айтып кешірім сұрап тауба қыламын. Таубаның, истигфардың қабыл бола тұрған кезінде жеріндесіңер. Жаратқанға жалбарып тауба қылғыла, истигфар айтқыла. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه اجمعين ثم بعد. Алам жаратқан Аллах Таала мақтаулар, пайғамбарға дуа саламдардан кейін, урматты мұсылман бір туған пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламдан Анас ибн Малик деген сахаба риwayat қылған хадис: "Инна мин амарати саа ан язхара маутул фужа." Қияматтың бір аламатынан, қияматтың жақын белгілерден қоқыс өлімдер пайда болады дейді. Қоқыс базарда барып өліп қалады. Қоқыс жолда барып өледі, қоқыс машинада қаза болады. Қоқыс өлімдер дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламдар қоқыс өлімнен құтылудың жолдары бар екен, урматты мұсылман бір туған. Қоқыс өлім болбосын, үйімде бала чақаның алдында жақсы жан берейін десең, қоқыс өлімнен сақталудың ең жақын, ең жақсы жолы ата-енені қадір бартау, ата-енені сыйлап, ата-енені дуасын алу екен. Урматты мұсылман бір туған. Пайғамбар айтады, кімде-кім өмірімдің ұзын болсын десе, рызқым кенен болсын десе, жақын туғандар менің қарым қатынаста болсын дейді. Жақындардың ең жақын енең болады. Жақындардың ең жақын атаң болады. Ата-енені сыйлап, ата-енені қадір бартап, алқыш батасын алу қоқыс өлімнен сақтай тұрған нәрсе екен. Ошондай эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан хадис Хазрат Анас радиаллаху анху айтат: "Инна садака тутфи гадабар рабб." Садака, кайрымдуулук Алланын газабын, карын өчүрөт дейт. Алла каардан бирөөдү азап калайын деп атса, сенин кылган жашыруун садакаң Алланын газабын өчүрөт. Ва тадфа митатасу, жаман өлүмдөн сактайт экен. Кокус өлүмдөн сактанам десең, күтүлбөгөн өлүмдөн кутулуудун эң жакшы жолдорунун бирөөсү ата-энени кадыр бартагандан кийин Аллах менен сенин араңда болгон жашыруун садака болуш керек экен. Жашыруун купуя болгон сыр садакаларың. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Айша энебиз айтты: "Саалту Расулаллах саллаллаху алейхи вассалам анил маут фажати." Кокус өлүмдөн сурадым. Факала, кокус өлүм эмне деген сөз? Кокус эле өлүп калды. Эч ким аны күткөн жок эле. Жакшы эле туруп өлүп калды. Факала рахатун лил муъмин. Имандуу, Кудайдан корккон адамдын кокус өлүмү ал үчүн рахат экен. Оорубастан, кыйналбастан рахат. Вахзату асафин лил фажир. Бузук адамга, имандан, исламдан алыс болгон адамга кокус өлүм өкүнүүдүн башталышы экен. Урматтуу мусулман бир тугам, жараткан Аллах табарак ва таала баарыбызды кокус өлүмдөн сактасын. Ата-энелерибизге узун өмүр берсин. Ата-эненин кадыр бартап, алкыш батасын алууну бизге насип этсин. Аллах таала силерди баарыңарды угуучу бенделерин кылсын. Уккан аят хадиске амал кылуу насип этсин. Урматтуу мусулман бир туганым, аракты арам дейбиз, башканы арам дейбиз. Диндеги эң чоң күнөөлөрдөн Аллах тааланын барлыгына, бирлигине шерик кошуп, уйга сыйынуу, ташка сыйынуу, мазарга сыйынуудай эң чоң күнөөлөрдөн бирөөсү кан төгүү. Бир мусулмандын канын төгүү. Бир мусулмандын мен катала муъминан мутааммидан. Ким бир имандууду кастан өлтүрсө, атайлап өлтүрсө, арзыбаган тыйын тыпыр үчүн өлтүрсө, фажазауху жаханнам. Анын жазасы дозок. Халидан фиха, түбөлүк дозокто калат. Урматтуу мусулман бир туган. Эч бул дүйнөдө арзыбайт бир адамдын каны үчүн. Ал-муслиму мен салимал муслимуна мин лисаниhi ва ядиhi. Чыныгы мусулман ким? Ал мусулмандын колудан, тилиден башкалар саламатта болсо. Тилиң менен гыйбат кылбайсың, тилиң менен ушак кылбайсың, тилиң менен акарат кылбайсың, каргыш айтпайсың, наалат айтпайсың. Колуң менен урбайсың, колуң менен бүгүн отуруп алып соцсеттерде ар нерсе деп шубабайсың, ушак айгын таркатпайсың. Амин. Аллахумма гфир лана зунубана
وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار برحمتك يا أرحم الراحمين.